Сәлем достар, екі мандаринмен осындай керемет болып шығатын үгітілмелі пирог дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Алдын ала електен өткізілген ұнның үстіне разрыхителді салып араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған сары майды салып, жақсылап үгітіп түйіршіктер жасаймыз. Бізде осындай крошкалар болды. Оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде қамыр секілді түйіршіктер болды. Енді мандаринді ашып тазалаймыз да, оны осылай төрт бөлшікті етіп тураймыз. Енді үстіне қант және ұн салып араластырып начинка жасаймыз. Формаға қамырымыздың 70%-ын салып, видеода көрсетілгендей қасықпен немесе қолмен басып отырып, пирогтың формасын келтіреміз. Кішкене жан-жағына бортикиларды шығарамыз. Енді үстіне начинканы салып, біркелкі етіп орналастырып, үстіне крошкаларды себеміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Екі ғана мандаринмен ерекше әрі тез жасалатын пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз.